қазір мына LED экранға арнайы біздер сурет шығарамыз. Ол әртіс болуы мүмкін, ол акиматта істеуі мүмкін, неше түрлі бар енді. Соның бала кездеріндегі суреттері. Мынау кім деп ойлайсыздар? Кім деп ойлайсыз? Кеңш ортаға қарай. Кәні, бүгін не бәрі дресс-код черный ғой дейм да? Күшті ма? Акиматский дресс-код, да? Я, по черному двигаться. Так, тамаша. Мынау кім? Димаш Құдайберген. Димаш Құдайберген. Дұрыс па? Дұрыс. Тамаша. Қазір арнайы сізге мына экраннан сурет шығады, қандай мақал екенін табуыңыз керек болады. Жақсылап қарап тұрыңыз. Кәні, сурет болса қояйық. Бірінші мақал арнайы. Сіз қақ жұмыс істейсіз? Акимат? Ең қиының ғой шынан. Қазір мынау, тоқта бала. Жігіт. Ойламай басқан, аямай өлет па? Ойламай басқан, аямай өлет. Еще акиматта істей ма өксі? Андамай сөйлеген, бір нәрсе өлет. Ана сөйлеп тұрма сонда. Қандай мақал деп ойлайсыз? Басқа. Ондай емес, дұрыс емес. Білмеймін. Қандай? Қыздың жолы жоңышқа дейді. Жіңішке деп ады. Қыздың сіздер қарап тұрым, андай кішкене орысшалау сөйлейтін сияқтысыз, иә? Орысшаға жақынсыз ба? Сізді қыздың жолы жіңішке дегенде орысша қалай айтады? Путь девушки тонкий путь девушки. Тонкий путь девушки. Тонкий путь девушек дейді. Ғалия, сен қалай өтінен? В общем, сен сөйлеп үйренесің ғой, сол кезде хабарлаш маған, е? Бүгін желательно Ғалиямен әңгімелеспей қойыңыздар. Кешірім сұрай. Ертең өзіне хабарласып әңгімелесесіздер. Так, енді келесі осы суреттен біреуін қойшы, осы суреттен. Келесі суретті қой, осы суреттен. Мынау қандай мақал деп ойлайсыздар? Сізгеңіз сосын мұн жақта дресс-кодтардың біреуі шықсын. Қайсы? Келіңіз, екеуіңіз кеңізші. Рахмет. Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум рахматулла. Кеңіз, мұн жаққа қарай, бер қарай тұрайық. Қош келдіңіздер. Сізбен әңгімелесейін бірінші. Күнтумай тума бел ұюби деген. Так, нау қандай мақал? Қызым саған айтам, келдім сен тыңда. Орысшасы? Дочка, я тебе говорю, а сноха ты слушай. Давай. Қызым саған айтам, келдім. Екі кемпір бір-бірін қыз дейді. Орысшасы. Две бабушки друг друга говорят, что девочки. Болады, тамаша, қош келдіңіз. Есіміңізді білейін? Әсем, сіздер кімсіздер? Кластас па? Ой, тамаша, күшті. Сіз класс жетекшісіз ма деп ойлап тұрдым мен. Так, сол мақал ма, қай мақал? Сол мақал. Сізге сұрақ болып тұр, патшаның баласы кім дейді? Сіздер класстарыңызбен бәрі сөйлемейсіздер ғой дейм бәрі. Ханзада. Патша өлгенде Ханзада кім болады? Хан болады. Жетім болады. Так. Патша өлгенде Ханзада жетім болады ғой енді. Қыздар, көп рахмет. Көп рахмет. لو اقول لك اني بحبك الحب شوية عليك
لو ثانية أنا ببعد Так, осымен бір сурет жасырайық, сонымен тамам, кеттік ам. Последний. Біреуін қойшы інім. Так, мынаны қыздар кеттіңіздер ма? Еттен кейін темекі жынды кетеді өзі. Десең, қалжыңдап отырмын мен. Так. Ау. Кім, кеңіз ортаға. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң тайарман, қарамасаң ойранма. Ашықлар көп айланған. Семіздікті қойғана көтереді. Семіздікті қойғана көтереді. Тамаша, орысшасы? Қалай Овец только поднимает жирных. Не ал дейді? Шаш на микрофон. Овец только поднимает жирных. Овец поднимает только жирных дейді. Е? Болады, тамаша. Әйел адамдарда болады, еркек адамдарда болмайды. Не деп ойлайсыз? Еркек адамдарда болмайды. Білмедім. Оп-оңай сұрақ. Әйел адамдарда болады, еркектерде болмайды. Ері? Еркек. Ері. Не ал дейді? Білмедім. Оп-оңай сұрақ қой, оп-оңай. Әйелдерде болады, еркектерде болмайды. Не деп ойлайсың сен, Чакан? Ми деп айтып отыр. Миың жоқ екен да сен. Ми дегеніз, еркектерде болмайды десе. Мынау көп рахмет. Сізге мың алғыс жасай беріңіз.